Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым, әңгімені тыңдамас бұрын маған тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіз. Тергеу изоляторы. Өз теріме өзім сыймай, қағаздарына қайта-қайта қарап күтіп отырмын. Діңк сараптама нәтижесі бәрі нақты осы ұсталған адамның сол кездегі қан екенін дәлелдеді. Құралайдың аузынан табылған қанымлықтары да осы адамдікі болып шықты. Адам деп қоям. Бұл адам ба? Кірді. Түрі сұрланып кеткен. Өңі боп-боз, қара тыры, шашы қалың қап-қара, маңдайы тар, қалың қабағы шүңірейген көзін басып тұр. Жанары жарқылдағанмен су, домаланған қалың кірпікті көзі сондай өнменіңді. Тесердей, сәл қоңқақтау келген үлкендеу мұрны, мұрты басқан ерні қызарып көрінеді. Шошақтау егін сақалы қаулап басып тұр. Қысқа мойынды, ұзын бойлы, шымыр денелі. Қарама қарсы отыр, үн жоқ, ақталып, болмаса жалтарып ештеңе айтпайды. Мен тергеуші, Ізбасаров, Ерлан болам дедім. Ол көзіме тұра қарап, жарадың Ізбасаров, шенің қандай деді. Гүрілдеген жуан даусымен. Менің шенім маңызды емес. Мен үшін өте маңызды, деді сөзімді бөле. Аға лейтенант. Амымы деп басын шайқап қарқылдап күліп жіберіп, аға лейтенант, иә, бар жоғы аға лейтенант, жарадың. Жарадың басын қатты істейді екен, саған бірден капитанды берер, мені бар жоға аға лейтенант ұстап алды. Неше жыл болды тіміскілеп жүргеніңе, өзің оқыған бәлесің сірә, деп тағы қарқылдап күлді. Бері қара, Азамат Курмаш Бәленбаев, мен сұрақ қоям, сен жауап бересің, дедім ашулы дауыспен. Қой, деді зілді дауыспен. Саған Сәрсенқұлова Құралайды өлтірді деген айып тағылды. Оған дәлел Сәрсенқұлова Құралайдан табылған тырнақ астындағы тері, ауыз ортынан алынған қан және жыныс мүшесінен алынған спермадағы генетикалық сараптамасы діңк нәтижесінің 99,9 сенікі екенін дәлелденді. Сонымен қатар және бетіңе түскен тыртық сені таныған куәгердің дәлелі қоса бар, дедім. Ол қолын шапалақтады. Не үшін өлтірдің? Ол бозарып шапалақтағанын тоқтатып сілейіп қалды. Жауап бер, не үшін Сәрсенқұлованы өлтірдің? Құралай, ол өте сұлу, батыл, қайсар, ақылды, пысық деп ойға батып кетті. Қабағын түйіп алысқа кетіп қалғандай болып терең күрсінді, көздеріне жас толып, тамағын созып алды да басын салбыратты. Сәл алақанымен стөлдің үстін сипалап, мен оған өлердей ғашық болдым. Сыртынан неше күн бақылап қарадым, арасында бір рет шашымды да кестірдім. Ол қас сұлудың өзі, дауысы, жүрісі бәрі маған қатты ұнады. Сол күні, дәл сол күні мен жұмыста болғам, сыныптастарым келген. Шаштаразға ертіп келіп, осы қызға ғашық екенімді, қызым дегендей айттым. Айтқан себебім олар көз салмасын деген ойым еді. Дәл сол күні төбені сылағам. Шашым таза болғанмен арасы қоқымға толы екен. Оны мен ескермеппін. Құралай екі досымның шашын алып берді. Олардың қылжақтағанын да көтеріп, сыпайылық танытып тұрды. Мен қызғанып барам, енді кезек маған келгенде, басыңыз кірекен, жуып жіберейік, болмаса машинкамды бүлдірет демесі бар ма? Екі досымның алдында мазаққа қалдым. Екі досым бұл қыздың ешқандайда менің қызым емес екеніне көздері жетіп, тіпті кекетті, ашудан өліп кете жаздадым. Құралайды екеуінен қызғанғаным соншалық, ол менікі, менің айтқанымды істеу керек деп бұйырып едім. Құралай көнбеді. Екі сыныптасым тіпті жарылардай күліп сыртқа шығып кетті. Құралайды сабап тастағым келді. Өз ашуыма өзім булығып, не айтқанымды білмеймін. Ақыры милиция шақырамыз деп, мен шашымды да алғыз алмай сыртқа сүмірейіп шықтым. Екі досым мені сыртта тосып тұр еді. Бұл қыздың теңі сен емес, босқа сілекейіңді ағызба. Ол қыз мына Алматыны таң қалдыруға келген. Сен сияқты шаң тозаңды менсінбейтін керек. Сен көзіңді ашып қарасаңшы, ол деген хан сарайына арналған хор қызы ғой. Сен оны қаратам деп әуре болма. Оны қарату үшін қалың қалтаң, астыңда көлігің, басыңда үйің болу керек, деді. Екіншісі, екеуі кезек-кезек Құралайдан күдерімді үзімді айтып, ауылымыздың сиырын сауып, отын жағып жүрген қара қызын ұста деп күліп кетті. Сол күннен мен күдерімді үзудің орнына, керісінше, дәл осы Құралайды өзіме қаратып, қатын етіп алып, мына екі досымды шалқасынан түсірмесем деген мақсат қойдым. Жөндеу жасап жатқан үйімді аяқтап, ақшамды қалтама салып, ауылға барып, әкемнің көлігін мініп, Алматыға қайта келдім. Бір-екі күн Құралайды сырттай бақылап жүріп, алып қашпаққа бекіндім. Көзіне көрінбей сырттай жоспар құрып бақыладым. Болмаса ол мені жолата ма? Жұмыстан қайтып, өз пәтеріне айнала берген бұрылыста арт жағынан келіп, желке тұсынан бір қойдым. Қанша дегенмен қыз бала емес пе, талып қалды.
Дереу көлігіме басып алып, ауылыма қарай зымыратып барамын. Ескі жолдармен жүйткіп бара жатыр едім. Құралай есін тез жинап алып, көліктен шығып кетер әрекет жасап, есікті ашып қалды. Мен де тез тоқтай қалдым. Ол артқы орындықта еді. Көліктің есігін айқара ашып тастап, қаша жөнелді. Мен де қудым. Дала қараңғы болатын. Ол шалынып құлады. Мен де басынан асыра басып тұрып үстіне мініп алып көздеріне тесілем. Ол мені танымады. Тек жібер деп айқайлады. Мен аузын жаппақ болып, ерінен сүймек болып едім. Ол бетімнен қышып қатты тістеп алғаны, тіпті тістеген жерін жібермейді. Жаным көзіме көрініп ұрып жіберіп, әрең босадым. Демнен қан сау ете қалды. Орнымнан тұрып бетімді ұстап, не істерімді білмей тұрсам, Құралай айтқып тұрып қайта қашты. Артынан қудым. Дәл көпірдің қасына келгенде желкесінен ұстадым. Ол жолқынып, құтқарыңдар, көмектесіңдер деп айқайлап бой бермей барады. Кеуде тұсынан 2 рет қойып кеп қалдым. Ол талықсыды, бірақ талмады. Қақалғандай жөтеліп ауа жетпей тұрғанын сезіп тұрмын. Сүйрелеп төмен түсірдім. Ол талықсып тұрса да, тырмысып бой бергісі келмей, бар күшін жинап, менен құтылмақшы болып жұлқынды. 1-2 рет қатты тырнапты алды. Тырнақтары пышақтай өткір. Ақыры тізерлеп бет-бетімен қулады, еңбектеп қашпақшы. Мен ашуға булығып, оның көнбей жатқанына жыным келді. Бетім тістелді. Ол аздай тырналап та тастады. Еңбектеп бара жатқан Құралайға ызам келді. Артынан түйіліп трикомның бауын жұлып алып қылқындырдым. Ол бәрі бір бой бермей жұлқына берді. Жұлқынғанына мен одан сайын ашуланып, бар күшімді салдым. Ол талғандай болды. Аударып бетіне қарасам, өліп қалыпты. Сол кезде мен бұл қыздың енді еш уақытта менікі болмайтынына көзім жетті. Ыза болдым. Орнымнан тұрып бақырдым. Басын көтеріп, бақырайып жатқан көзіне қарап, сен өзің кінәлісің, неге сонша қарсылық көрсеттің дедім. Ол өте сұлу. Өліп қалса да сұлу. Мен қарап отырып, жоқ, сен бәрі бір мендік боласың деп, біраз жұлқылап ары-бері аунаттым, кофтасын жырттым, шалбарын тез бір балағын сыпырып алдым. Оның денесі әлі суи қоймаған еді. Мен оны иелендім, сол кезде ұқтым, ол әлде қашан әйел екенін. Ашуым одан ары қозды. Жиіркендім, сен қызда емес екенсің ғой деп бақырып, жарылардай болып кетіп қалдым. Құралайда иеленсем де менікі болмағанына ашуландым, жындандым. Ауылыма тайып тұрдым, мені тауып алар ештеңе қалдырмағаныма сенімді болдым. Мұқият жан-жағымды қарадым, дала тас қараңғы болатын. Ауылда бетім жазылғанша үйден шықпай отырдым. Бетім жазылған соң, ақша керек, тамақ керек. Біраз ауылда мардымсыз жұмыс жасап жүрдім. Арада жарты жыл уақыт өтті. Мені іздеген жан жоқ. Топас басым теледидарға салат деп ойламаппын. Ондай барын да білмеппін. Өйткені сол теледидарға қарамайтынмын да. Үйімізде сол телевизор деген құр сувенир ретінде тұрмаса көрсетпейтін. Жарты жыл өтті. Құралайды ит құс жеп кеткен болар деген ойда бар еді. Алматыға қайта келдім. Басқа ауданнан жөндеу жұмысын жасатам деген адамдарды іздеп жүріп таптым. Сол жерден ұстадың. Сонда бұл қаланың адамдары бір-бірімен араласпаса да, өте сақ болғандары ғой, керемет. Сырт көзге бір-бірімен шаруалары жоқ жүреді. Ауыл адамдарына ұқсап, тұрып алып өсек айтпайды. Саған не болды деп сұрамайды. Есесіне керекті жерге хабар береді деді де, өз-өзін тоқтата алмай қарқылдап күле берді. Күлгенімді доғар, тоқтат дегеніме құлақ аспады. Мен аң-таң болдым. Ол бір есі ауысқан адам болды да қалды. 2 ай тергеу болды. Алғашқы күні айтқан мәліметінен басқа ештеңе ала алмадым. Ол жынды болып қалды. Мықты дәрігерлер қарап, оның расымен есінен адасқанын анықтады. Оның туғымында ауытқу бар екені дәлелденіп, анасы кезінде наркологиялық тіркеуде болғаны анықталды. Сот болып, оны ұзақ мерзімге есінен ауытқу колониясына жіберілді. Мойнымнан жүк түскенімен жүрегімнен күдік кетпеді. Ол оңбағанды дегенмен қатал режим колониясына жіберу керек еді деп күйінем, бірақ амалым қанша? Заң, иә, заң, заңға қарсылық жасай алмайсың.